Қайырлы күн, сіздермен Нұрбол ағай. Бүгін информатика ұбт пролог тестін талдайтын боламыз. Төртінші сұрақ бізде A массиві берілген, B тең sorted A, яғни A массивін sorted функциясы қолданған кезде сұрыптау түрін қолданғандағы нәтижені табуымыз керек екен. Ең алдымен бізде A массивін қарасақ, бізде A массивінде текстік, яғни жолдық элементтер берілген, Алматы, Тараз, Атырау, Нұрсұлтан деген сияқты. Енді sorted деген функция дегеніміз не? Sorted деген функция дегеніміз массивтегі элементтерді өсу ретімен қояды. Егер де ол бізде сандар болатын болса, өсу ретімен қояды. Ал егер жолдар болатын болса, онда бізде әріптеріне қарай ең бірінші әріпі алфавит күйінше орналастырады екен. Енді бізде қарасақ, бізде ең мына жерде 4 элементтің А әрпінен басталатын бірінші іздейді. Алматы немесе Атырау, екеуде бірдей А әрпінен тұр. Енді келесі бізде екінші әрпіне қарайды. Л немесе Т. Қайсы әріп бірінші кездеседі алфавитте? Әрине Л әрпі Т әрпінен бірінші кездеседі. Сонда ең бірінші бізде элементі Алматы болып тұрады екен. Одан кейін барып бізде жанына Атырау болып тұрады. Одан кейін барып бізде мына жердегі Н Нұрсұлтан, Т деген Таразды іздейді. Нұрсұлтан дегендегі Н әрпі бізде Т әрпінен алдында болғандықтан Нұрсұлтан бірінші кездеседі. Одан кейін барып бізде Тараз келеді. Сонда бізде жауаптарына қарасақ, дұрыс жауабы бізде С нұсқасы болады екен.